Керуен Групп компаниясынан жалынды сәлем. Сіздермен Арман Берікқали. Бүгінгі өтетін тақырыпта Gmail-ды ашамыз және Gmail-дың қыр-сырлары, Gmail-мен қалай жұмыс жасаймыз. Неге Gmail? Себебі Керуен Групп компаниясының Керуен курс және бизнес-шоу, старт бизнес курстарын оқып жатқан түлектерге біз қатысты курс барысында осы Gmail-мен жұмыс жасау тәсілдерін үйретеміз. Тек қана Gmail-мен емес, Gmail-ге қатысты жұмыстарды көрсетеміз. Оның ішінде Google Диск, YouTube сияқты. Енді біз көптеген осы практика жүзінде бізге кездесті. Мысалға айтатын болсақ, біз ойлаймыз, ол қарапайым нәрсе ғой деген сияқты. Бірақ негізінде келген кезде ол қарапайым болмай шығып жатады. Көптеген кісілер осы біз үшін енді білетін адам үшін қарапайым. Кім біледі, әрине сіздерге тамаша, сәттілік. Кім білмейді, мұқият үйреніп аламыз. Және де біз осы Gmail-ға қатысты алдыда сіздерге көптеген ақпараттар береміз. Үлкен мүмкіншіліктері бар осы Gmail-дың. Ал достар, енді сабағымызды бастаймыз. Gmail-ды ашамыз қазір, Gmail-дың мүмкіншіліктері. Енді жалпы Gmail-ға тоқтап кететін болсақ, email деп айтады. Email-дың ол электронный почта, өздеріңізге барлықтарыңыз білесіздер. Email арқылы бір-біріне жаңағы қазір мысалы Facebook болсын, Instagram болсын, басқа да әлеуметтік желілер болсын, негізгі екі бағытпен тіркелуге болады. Біреуі жаңағы email-мен, біреуі Gmail-мен. Қайда жүрсеңіз де негізінде керек болады. Бір Gmail, өзіңіздің атыңызда, бір Gmail жасап жатқан кәсібіңіздің атыңызда болған дұрыс. Мен өзім солай. Мен басында әрине бірнеше Gmail-дар бар. Оның барлығын әр кәсіпке байланысты ашылғандар. Негізінде енді сіздерге сол өзіңіздің жеке басыңыздың атыңызда болса да жетеді. Енді көп кісілер сол Gmail-ды негізі ол email деп айтады, электронный почта, электрондық почта деп айтсақ та болады. Енді бір-бірімен тек қана хат алмасу үшін ғана деп түсінеді көп адам. Негізінде олай емес. Мен сіздерге қазір жұмыс барысында көрсетемін, көптеген не үшін керек, қандай жағдаймен керек. Және біз Gmail-ды ашуды көрсетемін достар. Ол үшін әрине бізге браузер, міне алдарыңызда браузер. Достар, енді мен веб-камерадан көрінбей ақ қойсам да болады. Сіздерге қалай болады, соны көріп отырайын. Қазір міне браузер тұр тек қана алдарыңызда. Осы браузермен біз жұмыс жасайтын боламыз. Енді қараңыздар достар. Енді кейбір кісілерде не бар, Яндекс дейміз, Mozilla дейміз, Opera дейміз. Әркімде әртүрлі браузер бар. Браузер интернетке шығатын, яғни интернетке поисковой браузерлар айтамыз, іздеу браузерлар. Енді сіздерде Яндекс болсын, міне алдарыңызға Яндекс, бұл не Mozilla болсын, Opera болсын, ол маңызды емес. Барлығында кез келгеніне Google деп жазсаңыздар, міне Google Қазақстан поисковой система. Осыны бассаңыздар, міне осындай бетке аударады. Енді сіздерде мүмкін осы жерде не болып тұру мүмкін? Жаңағы YT деген сияқты болып тұру мүмкін. Егерде тіркеліп қойғаннан кейін осылай тұрады. Бірақ осылай менде Gmail-ға, аватарға логотипті қойып қойғам. Сіздерде К, Ж деген әріптер тұру мүмкін. Енді қараңыздар достар, сіздерді рет-ретімен көрсетейін. Бірінші, неге мыналарға тоқтап қарап отырсаңыздар, бір Gmail-дың өзінен бір курс ұйымдастыруға болады. Неге? Өйткені қазіргі таңда Gmail маркетинг, email маркетинг дегендер шығып жатыр. Email рассылка деген бар, мысалы. Көп қазір email-дың да мүмкіншіліктері өте жоғары достар. Осы алдағы уақытта қазір мысалы Ресей болсын, Америка болсын, email рассылканың маркетинг жағдай жасап жатыр. Жақсы түсінікті. Енді қалай да болса да сіздерде мысалы қараңыздар, добавить еще аккаунт. Міне осы жерде YT-ді бассаңыздар, естіп тұрады. Міне создать аккаунтты басам. Енді қараңыздар достар, для себя, для управления бизнес. Егер өз атыңызға ашып жатсаңыздар, әрине для себя ашыңыздар, для управления бизнесом. Неге? Себебі управление бизнесінде ішінде мүмкіншіліктері көп. Енді достар, менде оқып жатқан кісілер, оқитын кісілер алдағы уақытта мысалы өзіңіз тауарға қатысты ашсаңыздар да болады. Немесе Instagramның атауын екеуін біріктіріп, мен көбінесе Instagram мен осы Gmail'ның атауын біріктірем.
біріктірмесеңіз де болады, ода тұрған ештеңе жоқ, бірақ мен өзім сондай адам болғаннан кейін біріктіріп жұмыс жасаймын. Міне для управления бизнесмен аша берейік. Одан кейін алдарыңызда осындай окошко шығады. Окошкода мысалы енді бизнеске қатысты болса бизнеспен жазыңыздар, өзіңіздің жекеге қатысты Gmail'дар болса жекеге қатыңыздар. Енді қараңыздар достар, міне ең бастысы қараңыздар, мынау айырғұлақ деп қазақшада негізі собачка дейміз, көбінесе әбден собачка деп қоямын. Міне gmail.com деп осыны мен айтып отырмын. Осы жерде Яндекстікі бар, .ру, .com, Mail.ru бар, оны білесіздер, осы негізгі осы мекенжай апарады. Осы жердегі адам атына. Оны негізі енді ағыра тереңдетіп о жағын айтпай ақ қояйық. Енді осы жерге қазақша жазасыз ба, орысша жазасыз ба, ағылшынша жазасыз ба, атына маңызды емес аттарына. Мен жай жаза берейін сіздерге түсінікті болу үшін жай ғана, Мысалы ағылшынша қоям, көбінесе мен енді латынша деп айтайық, керуен, міне керуен курс деп жазасайын. Курс. Міне достар, керуен курс, және бізге осыған қатысты шығарып берді. Курс керуен деп көрейік, копировать етіп алып, міне ставить еттік. Осы жерде де түсіндіріп кетем. Менде көбінесе, достар, көп видеоларды монтаждамаймын, өйткені себебі сіздерге түсінікті болсын, яғни бірінші сынып оқушыға түсінікті болсын айтуға тырысам әрине. Кем-кетіктер болса әрине ренжімеңіздер. Егер аяғында құнды ақпараттар беріп жатсам, лайк басып, қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Енді қараңыздар, керуен курс деген атауын өзгертуге болады. Бұл атауды көріп тұрады сіздерге. Не көреді? Алдағы уақытта мен сіздерге түсіндіріп отырамын. Менде көбінесе, мысалы, керуен курс деген осы логин, пользовательский логиннің орында, мысалы, менде алдында онлайн сауда деп жазылған, оны қазір жұмыс барысында кездесе көрсетем. Мынаны өзгерте алмайсыздар. Бір рет ашылды, және де бұл әлем бойынша қайталанбау керек, Басқа жақта керуен курс деп ашып қоятын болса, ол енді бұлай аша алмайсыздар. Сол себептен егер қазір бұл занят деп шығатын болса, 01, 02, .kz бір нәрсе деп қосып жаза берсеңіздер болады. Ал егер бұл жоқ болатын болса, онда ағырай жұмыс кете береді, мысалы. Доступны керуен курс доступны деп тұр. Пароль, енді парольді да біз жаза береміз. Міне пароль енді сіздерге көрінбеу керек. Міне парольді жаздым. Енді сіздер пароль жазған кезде мынаны басып көрсеңіздер болады, екеуі де дұрыс болу керек. Енді осы парольға қатысты көп адамдар сұрақ қояды, осы қалай қойсам болады парольді. Мысалы, бірдей болса, ұзақ, негізі көп жерде айтады, парольді білмеу керек деген сияқты. Түсінем, әрине парольді білмеу керек, бірақ кері әсері бар. Ұмытып қалмау керексіздер. Ұмытып қалсаңыздар, Gmail'ды ұмытып қалмау керексіздер. Мына Gmail'ыңызда хотя бы, мысалы, осы Gmail'ға сброс пароль. Ол Gmail'ды тіркеудің жерін ұмытып қалмаңыз керек. Кім қайға тіркегенін де білмей қалады. Мысалы, ноутбукқа, телефонға деген сияқты, бір-біріне байлауға да болады. Жақсы, ары қарай дален басамыз. Енді бұл жерде қараңыздаршы, достар, телефон сұрап тұр. Жақсы, маңызды телефон сұрап тұр бізге. Енді біз қазір мен жаңа сервисті активация жасадым. Алда уақытта осы телефон SIM, онлайн виртуальный SIM арқылы көптеген сервистерге қосылатын боламыз. Оның ішінде Alibaba, 1688, басқа да әлеуметтік желілерді көп зерттеп жатырмын қазір Міне мен терезесін ашып қойдым. Бұл сервис активация 24/7 деп айтылады. Міне SMS activate деп тұр. .ru. Енді мен тіркеліп қойғам. Бұл жаққа тіркелудің ешқандай қиыншылығы жоқ. Сіздерде тіркелсеңіз де болады. Немесе келесі сабақтарымызда осыған тіркеліп, қалай ақша салып, міне байқап отырсаңыздар, менде 200 рубль. Міне осы туралы түсіндіріп кетейін. Міне бұның қызметі неде? Қазір енді сіздерге бұл жұмыс бабында тексереміз. Мен тексерген жоқпын. Міне сіздермен бірінші рет тексерейін деп тұрмын. Бірақ алдында тексергенмін, жұмыс жасағанбыз.
Міне біз алдағы уақытта осындай сияқты көптеген әлеуметтік желілерді, осы нелерді ашатын боламыз. Оның ішінде қазіргі таңда біз міне Google-ға, бізге телефонға мысалы сұрап тұр. Одан кейін төмен қарай түсіре беретін болсақ, Instagram-мен тіркелуге болады, Instagram-ға тіркелуге болады. Ең маңыздысы бізге, мен бағана біраз не алып кеттім. Міне Alibaba болған, мен арнайы бөлек сабақ өткіземін. Тегін сабақтарымды сол үшін қадағалап, бақылап жүріңіздер, достар. Бізге керек, қараңыздар. Енді Қазақстанды басып көрейік. Қазақстанда номерлер бар ма екен? Қазақстанда номерлер бар екен. Мәне 458 дейді. 3 рубль тұрады дейді. Басамыз. Купить деген басамыз. Егер тіркелмесеңіздер, купить деген басылмайды. Мына жақта авторизация шығып тұрады сіздерде. Сол себептен тіркелу керек. Менде 200 рубль бар. Оны бөлек сабақтарда мен жүргіземін. Міне 200 рубль бар менде. Купить Қазақстан, Google, YouTube, Gmail'ға мен номер алайын деп жатырмын. Міне қазір ойланып тұр. Міне достар, қараңыздар, номер бізге 20 минутқа берілді. Номер 20 минутқа берілді. Және жазып қойған, нажмите зеленую кнопку после того, как SMS будет отправлено деп тұр. Біз SMS-і мысалы қараңыздар, жіберетін кезде басыңыздар деп тұр. Ең бастысы қараңыздар, скопировать с кодом страны деп тұр. Ол маңызды, өте маңызды жазып қойған. Екіншінде скопировать без кода страны деп тұр. Бұл да маңызды, өйткені міне без кода страны скопировать етіп аламыз керек. Скопировать еттік, үстінен бір рет басамыз, міне скопировать еттік. Бағана создать аккаунтқа барып телефон орнына қоямыз да ставить етеміз. Және бір тексереміз, 80-98. 80-98 дұрыс. Енді даляны отправить басамыз. Міне жібердік деп тұр, көкті басамыз біз. Міне көкті бастық, телефон номер кетті деп тұр. Енді бізге не керек? Енді біз SMS-ті күтеміз. SMS бұл жерде келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін. Оны мен осы сіздермен бірге жұмыс барысында көреміз, тексереміз. Ал енді қараңыздар, міне SMS келді. Міне көрдіңіздер ме? Міне SMS, міне осындай SMS келеді. Бізге осы маңызды SMS. SMS-ті копировать етіп аламыз. Google-ға барамыз да осы SMS-ті ставить етеміз. Жоқ, біз телефонды ставить етіп кеттік. Енді SMS-ті онда жаттап аламыз. 74 92 98. Тағы да айтайын, достар, қараңыздар. Бұл номер уақытша берілді бізге 20 минутқа. Әрине, бұл жерде мүмкіншіліктер бар, біз алдағы уақытта мысалы WeChat-ты қосуды үйретем, көптеген нәрселерді үйретем. WeChat-мен сөйлесу, арендаға алатын мүмкіншіліктер бар. Өте көп мүмкіншіліктерге мен сіздерге үйрететін болам. Міне, жаттап аламыз. 74 92 98. 74 92 98. Подтвердить. Міне подтвердить. Қараңыздар, номер подтверждать етілді. Добро пожаловать. Енді қараңыздар, ден өшірге өздеріңізге ыңғайлы қалай нені қойсаңыздар да болады. Ешқандай несі жоқ бұл жерде. 1988 деп жазамыз. Пол женский, мужской, ешқандай несі жоқ, айырмашылық жоқ. Ағырай мені далені басамыз мені. Қараңыздар, добавив нөмір деп тұр, бізде мүмкіншілік бар. Добавив нөмір тағы да жіберген. Осы нөмірді қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар болады. Пропуститті бассаңыздар да болады, пропустит. Просто қазір добавив десеңіздер, тағы да SMS жіберу мүмкін, ал пропустит десеңіздер жібермейді. Не үшін добавив деп сұрап тұр. Енді қазір Google прием сообщений и видеозвонок. Осы нөмірге сообщение, видео жібереміз бе деп тұр. Немесе жаңа Google-мен тікелей видеозвонокпен басқа да жұмыс жасауға болады. Бізге негізінде керек жоқ десек те болады. Міне пропуститті бассақ та болады. Енді қараңыздар, достар, бұл жерде мен виртуальный номермен ашып жатырмын. Сіздер Google-да өздеріңіздің номерлеріңізбен ашсаңыздар дұрыс. Өздеріңіздің номерлеріңізбен ашыңыздар. Түсінікті? Мен просто менде өте көп номерлермен ашылып кеткен Gmail-дар. Сол үшін менің екі телефон номерімде ашылмаған. Естеріңізге сақтаңыздар. Бір номермен 10 Gmail ашуға болады. Екі номермен 20 Gmail. Менде өте көп Gmail-дар ашылып кеткен. Сол себептен
сіздер өздеріңізмен ашыңыздар. Мен просто сіздерге, егер номерлеріңіз жоқ болатын болса, осылай ашуға болады. Әрине, принимаем міндетті түрде, бұны баспасақ ары қарай бізге жүргізбейді. Міне достар, қараңыздар, міне қарапайым виртуальный номермен мен Google Gmail'ды аштым. Енді сіздер өздеріңіз номерлеріңізбен ашыңыздар, оны қайталап айтамын, және де ары қарай жұмыс жасаймыз. Енді қараңыздар, алдарыңызда осындай экран шығып тұр. Ендігі не керек бізге, не маңызды? Мысалы, байқап отырсаңыздар, жоғары қарасаңыздар, Gmail'ымыз, барлық YouTube, Instagram не керек, міне Миг, басқасын барлығы менде осы закладкада, және де басқа Taobao сайттардың барлығы міне осы жерде орналасқан. Сіздерге де осылай ұсынамын. Ешқандай қиыншылық жоқ. Қандай да бір сайтты ашқаннан кейін оң жақ бетінде мынау жұлдызшаны басатын болсақ, осы закладкаға сізге сақталып отырады. Керек деген ақпараттарды сақтаңыздар, керек еместерін алып тастаңыздар. Достар, енді қараңыздар, ары қарай жұмыс жасайық. Міне ең бізде қараңыздар, почта, картинки, және де байқасаңыздар, міне жоғары жаққа апарайын, приложение Google деп тұр. Бізге керегі осы. Приложение Google, және домалақты бассаңыздар, сіздер қандай аккаунт аштыңыздар, және қандай аккаунтпен қазіргі таңда сіздің браузеріңіз ашылып тұр, осы керек. Енді осы жерге суреттеріңізді қойсаңыздар болады. Енді ағырай ішіне кіріп, управление аккаунтымен жұмыс жасасаңыздар да болады. Ішін ашыңыздар, көріңіздер, тексеріңіздер, шұғылаңыздар. Безопасность дегендер бар, телефон арқылы сізден басқа ешкім кіре алмайды дегендер бар. Өте көп жұмыстары. Ендігі бізге не керек? Енді бұл жерде осы браузермен тұр, бізде оң жақта төртбұрыш керек. Міне төртбұрыштың үшін бассаңыздар, міне YouTube канал, поиск, Play Market, оны жақсы беретін шығарсыздар, көп адам телефондарына Play Market, почтамен көп жұмыс жасаймыз, контакты, диск, календар, жақсы переводчик. Достар, қараңыздар, мен осы Gmail'ды телефондарыңызға жүктеп алсаңыздар болады. Келесі сабақта мен осы Gmail'ды телефонға жүктеп бір-біріне синхронизация жасауды көрсетемін. То есть, осы ноутбукпен жұмыс жасағандарыңызда, қолдарыңызда ноутбук болмайса, сіздер телефонмен де жұмыс жасай бересіздер. Және де телефон контактілерін, телефонын басайық, қараңыздар. Телефон контактілері, окей, жақсы түсінікті айтып жатыр, бізге бір-бірімен байланыстыр деген сияқты. Телефон контактілерді осы жерге сақтап, ешқандай бүйтіп бөлек сақтаудың қажеті жоқ, тек қана Gmail'ды телефонға көрсетіп, ол телефон контактілерді осыған сақтауға болады. Телефоныңызды ұмытып кетсеңіз, өшіріп алсаңыз, ұрлап кетсе, басқа да жағдайлар болатын болса, мен көп адамнан естимін да, номерді ойбай жоғалттым, не болды? Телефонда кетті барлығы дейді. Симкада кетті дейді. Міне осы қазір қараңыздар, өте үлкен мүмкіншілік сіздерде. Бізге керегі осы контакты, сіздер контактыны сақтайсыздар. Және YouTube канал. Міне YouTube каналды басайық. YouTube канал. Мысалы, YouTube каналға қазір өттік, бірақ бізде қайтып керуен группқа лақтырып жіберді. Сол себептен біз сменить аккаунтты басамыз. Сменить аккаунтты бастық. Бізде YouTube канал ашылмаған екен. YouTube канал жаңағы керуен группта ашылмаған. Сол себептен оны өшіріп тастаймыз. Достар, қараңыздар, YouTube каналды ашу үшін өзінің бір уақыты болады. YouTube каналды қалай ашу керек, оған да мен бөлек сабақтар түсіндірем. Қазіргі таңда бізге не керек? Бізге Google Диск керек. Міне осы Google Диск деп отырғанымыз осы. Міне Google Дискті ашамыз. Google Дискпен телефонмен де жұмыс жасауға болады, және де немен де жұмыс жасауға болады, осы ноутбукпен де. Енді қараңыз, безопасное место для хранения түсінікті. Компьютерға дейін скачать етіп алды деп тұр, түсінікті. Міне қарап отырсаңыздар, міне осыны мұқият оқып шығыңыздар, бәрі түсінікті болады, барлығын. Жақсы. Енді бізге не керек? Қараңыздар, 15 гигабайт сіздерге орын берді. Бұның барлығын сіздерге не үшін түсіндіріп жатырмын, достар? Білеміз, барлығымызда блокнот бар, басқа нәрсе бар, көптеген нелер бар.
Дегенмен осы сіздердің блокноттарыңызды орындарын алмастырады. Көп адамнан сұрап жатамын мен. Қайда, ақпарат қайда, тапсырысқа не бердің, қашан бердің, қай уақытта бердің, қандай тауарлар, сілтемесін жібер. Ой, бұл білмеймін, ұмытып қалдым, бүйттім, сөйттім, анаяқта, мынаяқта, баламда кетті, анаяқта кетті, өшіп қалды, суға түсіп кетті, жоғалтып алдым. Енді оның ешқайсысы керек емес. Міне осылай жұмыс жасаймыз. Телефонмен болса да, ноутбукпен болса да. Енді не керек сіздерге? Бұл жерде керек әсіресе создайттан бізде басамыз создайтты. Папка ашуға болады. Міне папка. Одан кейін загрузить файл, то есть ноутбугыңыздан көшіріп алуға болады. Загрузить папка түсінікті ноутбуктан көшіруге болады. Одан кейін бұл жерде де Google документ, Word-тағы сияқты тура, Google таблица, тура Google таблица, Excel, Google презентация, PowerPoint, тура жаңағы ноутбук, то есть Windows-ның стандартный программалар дейміз, сол программалармен келеді. Сіздерге не керек болады? Қараңыздар. Бірінші папка ашпай қойып, жайлап документ ашайық. Google документ. Google документті басқан кезде міндетті түрде басқа страницаға лақтырды. Оған уайымдамаңыздар, көп адам басқа страницаға лақтырады. Жақсы, ал Google документтің өзі бізде осы жерде тұр, байқаусыздар ғой. Google документ міне. Енді Google документке біз алдағы уақытта сіздерге мен сабақ барысында осы Google документке тауарларды немен, куб метрмен есептеу, килограммен есептеу, басқа да құнды ақпараттарды сіздерге көрсетіп отырамын. Мен сіздерге кішкене түрімді көрсетіп қояйын. Достар, қараңыздар, бұлар не үшін керек сұрақ, түсіндіріп айтып кетейін тағы да қайталап. Алдағы уақытта сіздерге тауарларды есептеу, тауарлармен жұмыс жасау, бизнес планды жасау, жаңағы бөлек Facebookқа, таргетке деген сияқты сату өнері, басқа да керекті құнды ақпараттарды осы Google дискке сақтайтын боламыз, достар. Түсінемін, басында кішкене ми ашу болады, түсінемін, бұлай қалай бір түсінбейсің. Бастап мен сіздерге айтатын, күніге 3 сағатыңызды бизнеске арнаңыздар, 3 сағатты өзіңізді саморазвитие дейміз ғой, осы алған білімдерді жасап отырыңыздар күніге. Енді бұл жерге мысалға айтайын. Міне біз қайта аштық 1688. Мейлі 1688 алдағы уақытта көптеген сайттарды үйретіп жатамын. 1688-дің сайтын аштық. Белгілі бір тауарларды жақсы біз ала салайық. Біз белгілі бір тауарлар болсын, басқа нәрселер болсын. Достар, мейлі тауарды іздеп уақыт алмай қойып, ссылканы қараңыздар, ссылканы бір рет басамыз, копировать етеміз, ссылка бірақ аз екен, қараңыздар. Сол үшін бір жақсы бір ссылкаларды ала салайық. Ноутбукты жақсылап үйрену керексіздер. Жақсы, мысал қараңыздар, жарайды, мен сіздерге бір нені көрсетіп жіберейін. Біздің сайт бар, сайттан керуен курс деп жазсаңыздар. Керуен курс. Мына керуен курс деген сайтты аштық. .kz-ді ұмытып кетпеңіздер. Міне ашылды. Қараңыздар, тауарлардың тізімі, біз жақсы келіп жатқан тауарлар, кілттік сөздер барлығын жасап жатырмыз. Міне жіберушілердің тізімі, тауарлардың тізімі деген сияқты. Немесе жаңағы 1688-ден аласыздар, немесе біздің сайттан алыңыздар. Бізге сайттан көптеген ақпараттарды жақсы келіп жатқан тауарлардың тізімдерін қойып жатырмыз. Міне ссылкаларды копировать етеміз. Міне бағанағы новый документке барамыз. Новый документке ставить етеміз. Көрдіңіздер ме? Ставить еткен кезде активный болып тұрған жоқ, байқасаңыздар. Енді Enter'ді бір рет бассақ, активный болып тұр. Активный дегеніміз не? Мұнан үстінен бір рет бассақ, мысал қараңыздар, достар. Осы сияқты, бұны енді сабақ барысында көптеген ақпараттарды түсіндірем. Осы сияқты біз мысалы тақырыбы керек, тауардың суреті керек, басқа да ақпараттарын есептейміз. Енді келесі сабақтарымызда куб метрмен, килограммен, басқа да ақпараттарды есептейміз.
сол есептеген кезде осы жерге жазып отырсаңыздар өздеріңізге міндетті түрде керек. Міндетті түрде әр нәрсенің тақырыбын жазыңыздар. Тақырыпты мысалы тауарларды есептеу, Мен енді көрдіңіздер ме, мен де қатты жазбаймын, сіздерде енді тура осылай ешқандай ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы ниеттеріңіз болса болды. Тауарларды есептеу тақырыбына мына жерге новый документ деген үстіне бір рет бассаңыздар, яғни менің артымда тұрған сияқты. Жақсы, менің артымда тұр, новый документ сіздерге көрініп тұрған шығар. Міндетті түрде осыны жасаймыз. Енді ары қарай мен сабақ барысында үйретемін, достар. Әсіресе керуен курсын оқып жатқан кісілерге міндетті түрде осыны жасап Gmail-ды ашамыз, сіздерге тапсырма міндетті түрде. Және де қосымша қайтып Google дискке барамыз, создать таблица. Создать таблица. Бізге енді көбінесе осы таблицамен Google документпен жұмыс жасаймыз. Енді презентация және де көптеген мүмкіншіліктер бар. Мысалы Google-да айтайын, қараңыздар. Презентация жасауға болады, сонымен форма, рисунок, карта, сайт, көптеген мүмкіншіліктер бар, бірақ сіздерге ең керегі осы документпен таблицаны жақсылап үйреніп алсаңыздар, достар. Міне біз аштық, бұл жерге де тақырып қоямыз. Енді осы жерге мен тауарға қатысты ақпараттарды алдағы уақытта зерттейтін боламыз, достар. Мысалға айтатын болсақ, тауардың минусын, плюсын шығарамыз. Қандай тауарлар тапсырыс беру, қанша теңгеден келді, қанша теңге маржа қалды, қанша теңге пайда табамыз, көптеген. Өзіміз кішігірім бухгалтер. Достар, мен сіздерді түсінемін. Бастапқы кезде өзіңіз бухгалтер, өзіңіз жұмысшы, өзіңіз жеткізуші, барлығы өзіңіз боласыздар. Бастапқы кезде емес, қазірдің өзінде мен де кей кезде сондай жағдайлар жасап жатамын. Әрине, ол сіздің үлкен компания болғанға дейін. Енді қазір сізге өзіңіз үйренсеңіз, ең басты нәрсе неде болып тұр? Ең бастысы ол жаңағы есеп дұрыс болу керек. Оймен примерно болмау керек, орта есеппен. Мысалы, кей кезде көп адам шатасып жатады, вроде мынаншаға алдым, мынанша қалтамда болу керек, бірақ жоқ деген сияқты. Біз осы сабақ барысында көптеген осы сіздерге ақпараттарды беремін, достар. Осы таблица, көрдіңіздер ме? Міне, сіздерге бір Gmail-мен мүмкіншілігі, бір Gmail арқылы сіздер осы жерде тұрған, мына жерде тұрғанның барлығын жасай аласыздар. Контакт, переводчик, басқа міне. Ең әсіресе сіздерге керектісі әрине бұл жерде контакт, Play Market енді оны өзіңіздеріңіз білесіздер, почта, мысалы, қазір енді біз сайттарға оқу жасап жатырмыз, сол почтада тіркелетіндей жағдай жасап жатырмыз, достар. Енді келесі сабақтарда мен сіздерге көрсетемін 1688-ге тіркелу, басқа да өте құнды ақпараттарды берем, достар. Ал енді осылайша сіздерге қысқа, түсінікті, құнды ақпараттар беріп отырам. Енді сабақ көңілдеріңізден шықса, ұнаса міндетті түрде біздің каналға подписка жасаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде енді барлығы лайк, екені лайк, неге лайк? YouTube-тың, Instagram-ның алгоритмдері сол. Енді біреулер айтады, ойбай лайкты алып тастады, бүйтті, сөйтті деп. Ештеңені алып тастаған жоқ, алып тастаса ол функцияны алып тастайтын еді. Әркімнің өтірік сөздеріне сене бермеңіздер. Сол себептен міндетті түрде лайк басыңыздар, және алдағы уақытта сіздерге осындай құнды ақпараттар шығарып отырам, достар. Келесі сабақта жолыққанша.